Қайырлы күн, құрметті оқырмандар және әлеуметтік желі қолданушылары. Иван Шухов атындағы орталық қалалық кітапхана бір ел бір кітап акциясы аясында Бердібек Соқпақбаевтың шығармаларымен таныстыруды жалғастырады. Бүгін сіздердің назарларыңызға балалық шаққа саяхат кітабын ұсынамыз. Бердібек Соқпақбаев өзі өмір сүрген кезеңнің келбетін боямасыз суреттеген қаламгер. Ашаршылық пен жетімдіктің зардабын тартқан жазушы балалық шаққа саяхат повесінде балғын балалығының қиындыққа толы болғанын жеткізген. Анасы ұзақ уақыт бойы науқастанып, көз алдында өмірден өтеді. Бұл шығармада 8 жасар бұғанасы қатпаған бала Бердібектің бір үзім нан үшін ауыр жұмысқа жегілгені, інісі Тұрдыбектің тоқтаусыз жылағаны, жетімдіктің зардабын шеккен қиын күндерді бейнеленген. Бердібек Соқпақбаевтың балалық шаққа саяхат повесінде кейіпкерлердің есімдері өзгертілмеген. Жүсіпбек Қорғасбектің өзгеше ойлы қаламгер мақаласында көркем шығармада өзінің аға-інілерінің, әке-шешесінің атын өзгертпей берген басқа ешкім жоқ екені жазылған. 1960 жылы кітап болып басып шыққан балалық шаққа саяхат туындысы 1965 жылы фильм түсірілді. Режиссері қазақ кино өнерінің классигі Абдулла Қарсақбаев. Бердібек Соқпақбаевтың әрбір шығармасы боямасыз шынайы суреттелген. Құрметті оқырман, бүгінгі біздің сіздерге дайындаған талдауымыз осылай. Назарларыңызға рахмет. Сау саламатта болыңыздар.